Заман дамып жатқанмен мынан аңғар, мейірімнен жұрдай боп жүр адамдар. Ең үлкен сауаптың алады екен, бірінші боп кешірім сұрағандар. Бірақ бүгін көп адам мұнықпайды, өзіне еш кінәні жуытпайды. Сен ұмытып кеткенмен еш уақытта өкпелеген адамың ұмытпайды. Көңіліне қойсақта жара салып, менен оның төмен ғой баға санық деген оймен кешірім сұрамаймыз, тұрамба деп алдында ала сарып. Мейірімсіз боп кеттік, сол кінәміз, айналдық па таш жүрек сорлыға біз. Кешірші деп келсе де бір бейшара, аяғыма жығыл деп қорғыламыз. Ар-ұяттың есігін күзеткендер, бір-біріңе көңілді мұз етпеңдер. Жақсы адам ол, қатесіз адам емес, өз қатесін түсініп түзеткендер. Ерегеспен шығатын ес үнемі, кекшіл адам сауаптан кешігеді. Кешіріңдер адамдар бір-біріңді, кешіргенді Құдай да кешіреді. Несіне жұрттан осы кек аламыз, кешіре білсек қайта дем аламыз. Бүйрекке тас байланса ем аламыз, жүректер тас қайналса не боламыз? Көктен биік болғандай көкірегім, өкінемін, көп сөйлеп көкіп едім. Біліп білмей егерде ренжітсем, мен сіздерден кешірім өтінемін.